сауаттылықтан қатысып, содан біраз тәжірибе жинағанбыз, соны біраз әдістемелік жұмыс алмасайын деп отырмыз. Сөзге ретінде мынау пиза халықаралық зерттеу бұл қазіргі кезде ең өзекті мәселе болып тұр. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Яғни мынау экономикалық ынтымақтастық, даму ұйымдарымен, яғни жүзеге асырылатын бұл пиза оқушылардың білім жетістіктерін бағалауды жүзеге асыратын, яғни халықаралық бағдарлама болып есептеліп білесіздер. Бұл енді барлық білім беру ұйымдарында 15 жасар оқушылардың оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылығы, сондай-ақ мынау жаратылыстану сауаттылығы бойынша білім деңгейлерін анықтайтын халықаралық зерттеу. Яғни бұл оқушылардың оқу жетістіктерін бағалай отырып, бұл жерде оқушылардың алған білімдерін және дағдыларын ары қарай өмірде не істеу, пайдалану болып саналады. Мына өздеріңіз білетін шығарсыздар, негізі пизаның тапсырмалары 6 деңгейден тұрады. 6 ең жоғарғысы 5 пен 6 деңгей. Бұл 5 пен 6 деңгей өте ең жоғарғы деңгей. Бұл жерде балдар өздігінен ойлай алады және өздігінен шешім қабылдай алады. Ал 3 пен 4 деңгей бұл орта деңгей болып есептеледі. Ал 1 мен 2 деңгей бұл ең төменгі деңгей. Өкінішке орай бұл 1 мен 2 деңгейде біз қазір жүрміз былайша айтқанда. Бұл деген 1 мен 2 деңгей. Бұл ең төменгі, бұл тек оқушы не істейді, түсіне алады, біледі. Ары қарай неғыламайды деген сөз. Әрекет жасай алмайды деген сөз. Яғни ол деген мұғалімнің назарынан тыс қалған оқушылар айтылады, ол 1 мен 2 деңгей. Сондықтан мұны байқай беріңіздер, біз 1-2 деңгейде жүрміз. Қанша негізгі былтыр болды, мына Қазақстан мектебі, Дулати мектебі және Еркінді мектебі негізгі зерттеуден өтті. Оның алдыңғы жылдар апробациялық зерттеу болған. Ол жерде бізде Балдыберек мектебі, Керегетас мектебі, Момынай және 5-ші мектептері өткен болатын. Ал былтыр бізде былтырдан бастап мектепке арналған пиза деген шықты. Ол жыл сайын болады қазақстандық пиза. Ол бізде былтыр Жаңажол мектебі мен Тоғысбаев мектебінде өтті. Енді оның білесіздер, пиза 3 жыл сайын рет болады негізгі пиза, ал мынау мектепке арналған пиза жыл сайын. Енді өздеріңіз қараңыздар, мектепке арналған пиза болғандықтан бұл сіздерге қайталанып келуі де мүмкін. Мысалы, былтыр Жаңажол мен Тоғысбаев болса, келесі жыл қайтадан түсуі мүмкін. Және мына отырған барлық мектептеріңіз түсулеріңіз мүмкін. Себебі жылдай оны көбейтіп жатыр. Былтыр мысалы 46 мектеп дейікші, былайша айтқанда, Қазақстан бойынша 46 мектеп түссе, биыл 2000 мектеп түседі. Ал ойлай беріңіздер. Сондықтан әр уақытта біз дайын болуымыз керек пизаға. Енді қолдарыңызда бағдарлама тұр ғой. Бағдарлама бойынша қазір бізде Жандарова Айзат апайымыз Тоғысбаев мектебінен шебер сынып өтеді. Ол мына жерде қолда өтіледі шебер сынып. Одан кейін барлықтарыңыз әрқайсыңыз бағдарламаға байланысты өз пәндеріңіз бойынша сыныптарға кіресіздер, яғни ашық сабақтар болады. Және сол жерде сол мұғалімдермен мынау өзара тәжірибе алмасу болады. Ол жерде қысқа мерзімді жоспарға пизаны қалай ендіру, яғни функциялық сауаттылықты қалай енгіземіз, сол жерінде шебер сынып өтіледі. Және сол жерде өздеріңіз қорытындылайсыздар, қорытындылап жазып кетесіздер, кейін барлық жалпылама мектеп өздері хаттамасын түзеді. Сандарын жаттап алыңыздар. 1, 2, 3, 4 тек қана. Біздің сабағымызға қазір пираттар келеді. Пираттар, қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыздың аты функционалдық сауаттылықты арттыруға бағытталған креативті тапсырмаларды жобалау әдістері. Мен жүргізетін боламын. Талшын Тілгай мұғалімі
директор орынбасары Жандарова Айзат. Бізде бағалау, мынау Қобдишаның ішінен жаңа Робинзон Крузоны білесіздер, саяхаттап жүріп, бар байлықты, бар нені островта қалып кеткен. Осы бағалау арқылы мына Қобдишаның ішінен жаңағы сіздерге теңгелер арқылы бағалайтын боламыз. Математика пәні Робинзон Крузоны алды. Ол 1959 жылы 30 қыркүйекте санмен жас цифрмен математикаға қатысты болған екен. Фабиан Фернандес аралға түсті. Оңтүстік Америка. Ондай болатын болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Көңіл күйлері қандай? Онда балалар бүгінгі сабақта жақсы көңіл күймен бастау үшін сендерге сабаққа мотивация береміз. Сендерге жігер беретін, папен, жас сөздер, сабаққа сәттілік. Міне көңілге қарайық балалар. Әркім өз орындарына жайғасып жайғассын, таңдап алғандар. Әр топқа жайғассын. Екінші топ келіңіз балалар. Екінші топқа. Балалар, топтарының аты, бір топтың аты, бірінші топтың аты дүниежүзі, екінші топтың аты саяси карта, үшінші топтың аты саяси география. Балалар, енді сендерге бағалау, тарағы өздерін бағалайсыздар. Мына жерде осы суреттерді қай мемлекеттің ерекше нелері жаңағы және бұны мемлекеттің табасында және астаналарын атайсыңдар. Бірінші суретке не көріп тұрсыздар балалар? Айта ғой. Яғни бұл жерде Франция астанасы Париждегі Эйфель мұнарасы. Тамаша, жарайсың. Екінші суретте кім айтады? Ал жарайды. Австралиядағы опера театры. Ал енді? Астанасы? Канберра, иә? Екінші суретте не көріп тұрсыздар? Ал айта ғой. ақш-тағы бостандық көшіріледі. Тамаша. Астанасы? Абай. Ал үшінші айта ғой. Үндістандағы Тадж-Махал кесенесі Нью-Дели қаласы. Тамаша астанасы. Тамаша жарайсың. Балалар, біз өзіміздің сабағымызды, тақырыбымызды жаңа не үшін қойдық? Бүгінгі сабақпен байланыстырып, яғни сендер мемлекеттер астаналарын айттыңдар, иә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар дүниежүзінің саяси картасы. Бойынша біз бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді оқып, мазмұны бойынша проблемалық сұрақтар тастаңыз. Ал топпен. Юспайды, иә? Жараймыз. Жауабын қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз, иә? Жарайсың. Екінші. Қалғанымызға екінші топқа келесі линзаның туысқандарын атап береміз. Мына жерде мысалы қанша фигура тұр? Алдарындағы приборда. Жеті прибордың ішінің біз екі топқа бөлеміз. Біреуін жинағыш линзаға, екіншісін қандай линзаға? Шашқыш линзаға бөлеміз. Кәдімгі екі топ айтамыз. Сендер қайсысын айтамыз? Сендер ойыс линзаны айтыңдар. Екінші топ қайсысын айтамыз? Бөлгесін айтамыз, иә? Қайсы топ? Қоңырауды соғай салдыңыздар, мына есімден шығып кеткен. Иә, мына топ бірінші болып болған екен, жақыннан көріп шыққан. Аймен айтама, кім? Шымбулат айтама. Иә. Тағы да? Иә. Дұрыс па келесі топ? Иә. Дөңес линза. Сонда қанша бар екен мына жерде дөңес линза? Бірінші жері бізде белгілі ма, белгісіз ба? Белгілі дейді. Ал қанша екен? Жазайық. 48 не бұл? Грамм дейді, иә? Ал екінші жерге жұмсалған? Белгілі ма? Белгісіз. Белгісіз грамм қандай? Қанша сұрақ болып тұр? Жалпы есептің соңында да 3 сұрағы бар.
сұрағымыз. Ал олай болса, экранға қарайықшы. Белгілі екенін, ненің белгісіз екенін Асылжан анықтадық па? Анықтап болса, мен сендерге мына жерде екі сызба беріп отырмын. А және Б нұсқасында екі сызба. Қалай ойлайсыздар? Осы сызбалардың қайсысы біздің есебімізге сәйкес келіп тұр? Қайсысы деп? Қалай ойлайсың? А нұсқасы дейді. Әбубәкір, келісесіңдер ма? Иә. Неге деп ойлайсың? Әбубәкір, өзің түсіндіріп берші. Неге сен А нұсқасын таңдадың? Себебі кітапты Есебімізде, иә? екіншісі Бірінші жерім. Неге? екіншісі 2,48 километр, біріншісінен 2 есе кем деген. 2 есе кем деген, иә? Және тағы не деген? Ұстаз? Біріншіге қарағанда деген ба? Мына жерде сондай кем деп тұр ма? Жоқ. Артық деп тұр, иә? Сондықтан да біздің есебімізге сәйкес келмейді деп ойлайсыз. Ал олай болса, енді сендер осы сызбаны пайдалана отырып, тез өздерің осы есепті енді тек қана шешумен жауабын табыңдар. Шартын жазудың қажеті жоқ. Өздерің жазыңдар. Қай топ дайын болса, сол топ белгілерсін. Мына жақта бірінші сырым орындадым деп отыр. Білім тобында. Ал енді олай болса, біз экранға қарай жаңа бағыттарында орындап жатсыздар ғой, иә? Ал енді өздеріңнің жауаптарыңды тексеріп көріңдерші. Мына жер қарап қойып. Басқасына. Телевизионға тез нәрсені. Біріншісінде ең қауіпті өкпенің қателесіп алып келеді. Яғни рак ауруы бұл өкпенің қателесуі ең қауіпті ауру болып саналады. Кейін созылмалы ауруы, кейін өкпенің созылмалы ауруы. Содан кейін туберкулез, содан кейін бронхит аурулар болады. Ерайым қақиын басқалықтар қымсал жүз нәрсе болды па? Мына жалғандар, жалған деді. Ақиқат дейді. Ақиқат. Міне балалар, мына жақта ақиқаттар 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8-еу, ал дұрыс жауап. Жалған дегенде біреу көтереміз. Екінші. Жүкті әйел есіртке тәуелді болса, эмбриондық кезеңде оның баласы есіртке тәуелді болмайды дейді. Жалған ба? Шулы ақиқат дейді. Ал, жалған. О, сен де ақиқат деп көтермейсің бірін. Төртінші. Есірткілік заттар ұрық жолдасы арқылы өтіп, ұрықтың ағзасында кемістік пайда болуы мүмкін дейді. Кемістік пайда болуы мүмкін ба? Бәрі ақиқат па? Сабақта ашу мақсатында болды. Сосын кейін кішкене мәтін дайындадым. Мәтінді де түсініксіз етіп дайындадым. Сіздердің көзден тауып біліп қоймас үшін. Ол да құпия болсын деген мақсатта жүрміз. Оқу сауаттылығы. Мен оған бір-ақ жауап бердім. Ол жерде оқу арқылы балалар да сондай өзім дәл берілген мамандық айтуы мүмкін. Тағы да мәтін жіберіп оқып шығып, осымен жұмыс жасаңыздар десеңіз де, ол мәтінді де толық оқымай, жауап бере салсам, дәл сол сияқты мұғалімдерге сондай болып жатыр. Ал жалпы менің жаңағы тақырыбым функционалдық сауаттылықты қолдану болады. Функционалдық сауатты өмірде жоқтан бар жасап Робинзон Крузоны алғаның себебі ол кісі островта жалғыз қалып кетіп, сол жерден жоқтан бар жасап 28 жыл бойы өмір сүрген. Сол мақсатта да тапсырмаларды бердім. Макет сыздырғандағы да мақсатым сол болып, байқасаңыздар парадты жарамсыз парадтарды бердім. Жарамсыз парадтардан сіздер макет жасап шығаруларыңыз керек болады. Ол да жаңа жоқтан бар шығару. Және пәнаралық байланыстыруға тырыстым енді. Бүгінгі мынау біздің шебер сыныбымызға қош келіпсіздер. Жалпы көңілді ұстаздар еңбегі жемісті болады дейді. Сол үшін де кәні бәріміз енді бір-бірімізді онша тани қоймаймыз. Сондықтан да ортаға келіп, бір-бірімізден бір керемет бір ахуал орнатайық. Және бір сергі балайық осы арқылы.
Ал енді бізде тағы да қолдан кейін күн, яғни біздің көңілді болуымыз үшін күнді жағалау керек, жағалау керек. және сонымен қатар біз